Сәлем достар, бүгін біз to be етістігі туралы сөз қозғаймыз. Ағылшын тілінде to be етістігі фундаменті болып табылады. Каналыма тіркеліп, комментарий басып, лайк басуларыңызды сұраймын. To be етістігі ағылшын тілінде болу деген аударманы береді. Және де мынандай етістіктерге жүктеледі. Мысалы, I am, мен, he, she, it, ол, you, we, they, біз, сендер, олар. Яғни бұл are, is, am бізде етістіктер. Мысалы, you are my friend, сен менің досымсың. We are happy at school, біз мектепте бақыттымыз. They are from Moscow, олар Мәскеуде. He is a clever boy, ол ақылды бала. She is a kind girl, ол мейірімді қыз. It is a funny cat, ол күлкілі мысық. I am a pupil of the 5th form, мен 5-ші сыныптың оқушысы. General questions with to be етістігімен қойылған жалпы сұрақтар. Are, is, am. Мысалы, мынандай берілген сөйлемдер бар. You are my friend, we are happy at school, they are from Moscow. Яғни осылардың етістіктер сөйлемнің алдына шығады. Мысалы, I am a pupil of the 5th form. Am I a pupil of the 5th form? Yes, I am. No, I am not. Келесі, мысалы, is he a clever boy? Yes, he is. No, he isn't. Is she a kind girl? Yes, she is. No, she isn't. Is it a funny cat? Yes, it is. No, it isn't. Мынандай сөйлемдер. Are you my friend? Yes, I am. No, I am not. Are we happy at school? Yes, we are. No, we aren't. Are they from Moscow? Yes, they are. No, they aren't. To be етістігімен жасалған болымсыз сөйлемдер. Negative sentences with to be. You, we, they, he, she, it, I есімдіктері арқылы, яғни are, is, am етістіктеріне not болымсыз түрін жасай салып, яғни сөйлемді болымсыз түрге айналдырамыз. Естеріңізде болса, ағылшын тілінде көбіне қысқартпа түрінде сөйлейді. Мысалы, you, we, they, are not болса, aren't деп қысқартпа түрін алсамыз. He, she, it, is not, isn't деп қысқартпа түрін аламыз. I am not деп I'm not деген қысқартпа түрін аламыз. I am not a pupil of the 5th form. I'm not. Мынандай сөйлемдер. He isn't a clever boy. She isn't a kind girl. It isn't a funny cat. You are not my friends. You are not happy at school. They are not, не болмаса, aren't from. To be етістігімен қойылған мысалдар. Examples with to be. What is your name? My name is Kate. Атың кім? Менің атым Kate. How old are you? Жасың нешеде? I'm 11. Мен 11-демін. How old is she? She is 15. Оның жасы 15-те. Where are you from? I'm from Kazakhstan. Where is she from? Ол қай жақтан? She is from Canada. Мен Канададамын. How are you? Қалың қалай? I'm fine. Менде тамаша. What is your job? Сенің жұмысың қандай? I'm a doctor. Мен дәрігермін. What is her job? She is a teacher. Оның жұмысы қандай? Ол мұғалім. Exercise with to be. To be мен жаттығулар. Мынандай бос сөйлемдерге am, is, аны бос орындарға қойып шығу керек. We are pupils of Almaty school. I am 20. Is Kate from the USA? He is an actor of the theater. Are Mark and John friends? How are you? I'm fine, thanks. And you? Jane is not well now. She is ill. What is his address? It is 10 Queen's Road, London. Назарларыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуларыңызды сұраймын.